Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Маған бүгін скучно, не істесем екен? Тау ішіндегі тыныштық Қарасу ауылы. Алтай тауларының бөктерінде қалың қарағайлы орман мен тау өзенінің ортасында Қарасу ауылы орналасқан еді. Бұл ауылда небәрі 80-ге жуық түтін бар. Қаладан алшақ, өркениеттен оқшау жатқан бұл мекеннің өз заңдары, өз тіршілігі бар болатын. Мұндағы еркектер орман шаруашылығында, аңшылықта және бұрынғы кеңестік ескі шахта маңындағы кен орындарында жұмыс істейтін. Ал әйелдер мал бағып, бала тәрбиелеп, отбасының жылуын сақтап отыратын. Қараша айының суық түндерінің бірі. Ауыл мектебінің мұғалімі 32 жастағы Айша пешке отын салып жатқан. Оның күйеуі Серік ауылдың бас механигі әрі беделді азаматтарының бірі. Серік кешкі асын ішіп болған соң, терезеден сыртқа алаңдай қарап тұрған еді. Кенеттен олардың есігін біреу қатты қақты. Бұл көршісі орманшы Нұрлан екен. Оның түрі бұзылып кеткен, демі жиілеп тұрды. Серік тез кейін. Орманның арғы бетіндегі ескі шахта жақтан хабар келді. Тракторшылардың бәрін, барлық еркектерді жинап жатыр. Шұғыл шықты, деді Нұрлан асығыс. Серік қалың күртешесін киіп Айшаның маңдайынан сүйді. Алаңдама, жаным. Орманда ағаш құлап, жолды жауып қалған шығар, немесе техника бұзылған болар. Таң атқанша ораламын. Есікті ішінен құлыптап ал, деді де Нұрланмен бірге қараңғы түнекке сіңіп кете барды. Айша терезеден қарап тұрып, ауылдың әрбір үйінен шамдар жанып, еркектердің сыртқа шығып жатқанын, ескі, уаз, көліктер мен тракторлардың гүрілдеп, жағарай тізбеліп жатқанын көрді. Бұл Қарасу ауылындағы еркектерді соңғы рет көру екенін ол сол сәтте сезген жоқ еді. Қорқынышты таң, ер адамдарсыз әлем. Келесі күні таңертең Айша оянғанда төсектің екінші жағы мұздай болып жатты. Серік оралмапты. Ол пешті тұтатып шай қойды. Әдетте бұл уақытта ауылдың іші қайнаған тіршілікке толы болатын. Біреудің тракторы оталып, біреу малға шөп салыстары ес. Бірақ бүгін ауылдың үстінде адам сенгісіз, сұмдық тыныштық орнаған еді. Тек иттердің қыңсылаған дауысы мен қарғалардың қарқылдағаны ғана естіледі. Айша жылы орамалын жамылып сыртқа шықты. Ауласы қаңырап бос тұр. Ол қақпадан сыртқа қарап еді, көршісі Сәуленің де есік алдында жан-жағына үрейлене қарап тұрғанын көрді. Айша, Серік келді ме? Деп дауыстады Сәуле, дауысы дірілдеп. Менің Маратым түнде кеткеннен оралған жоқ. Тіпті атам да солармен ілесіп кеткен еді. Жоқ, келмеді. Орманда жұмыс көп болып, сонда түнеп қалған шығар, деп Айша өзінде, көршісінде жұбатпақ болды. Бірақ көшеге басқа да әйелдер шыға бастады. Жас келіндер, кемпірлер, мектеп оқушылары. Бәрінің жүзінде үрей бар. Менің күйеуім жоқ. Әкем келмеді. Менің 2 балам да шахта жаққа кеткен, хабар жоқ. Жарты сағат ішінде ауыл әйелдері орталық алаңға жиналды. Олар бір-бірімен сөйлесіп, мән-жайды анықтай келе, сұмдық шындықтың беті ашылды. Ауылдағы барлығы 47 еркек түнде ормандағы ескі шахта бағытына кеткен күйі, ізім ғайым жоғалған. Ауылда тек әйелдер, кішкентай балалар және төсек тартып жатқан 2-3 шал ғана қалған еді. Ізденіс және қараусыз қалған техника. Айшаның бойын қорқыныш емес, түсініксіздік биледі. Ол ауыл әйелдерінің ішіндегі ең сауаттысы әрі көшбасшысы сияқты еді. Жылағаннан ештеңе өнбейді, деді Айша жиналған қауымға қатаң дауыспен. Олар бәрі бірдей жер жұтып кеткен жоқ қой. Гүлжан, Мәдина, Ақмарал, аттарыңды ерттеңдер. Біз шахта басына барып өз көзімізбен көреміз. 4 әйел атқа қонып, ауылдан 7 шақырым жердегі орманға қарай беттеді. Тау бөктеріне көтерілген сайын ауа суытып, ауыл жаққа қарай сұрғылт, қою тұман түсіп келе жатты. Бұл тұманның түсі әдеттегі табиғи тұманға ұқсамайтын еді, ішінен қандай да бір химиялық немесе күйік иісі шығатындай. Олар ескі шахтаның аумағына жеткенде, аттары пысқырынып алға қарай жүруден әйелдер аттан түсіп жаяу ілгеріледі.
Алаңқайда кеше түнде ауылдан шыққан көліктер тұр еді. 2 трактор, 3 УАЗ көлігі және бірнеше мотоцикл. Бірақ айналада ешкім жоқ. Айша жүгіріп барып Серіктің УАЗ көлігінің есігін ашты. Кілт оталдырғышта зажигание тұр. Орындықта Серіктің бас киімі жатыр, ал күл салғышта жартылай шегіліп тасталған темекі әлі де түтіндеп тұрғандай әсер қалдырды. Гүлжан басқа тракторларды қарап шықты. Айша, мұнда қан жоқ. Арпалысқан, төбелескен іздер жоқ. Олар жай ғана көліктерінен түскенде жоқ болып кеткен. Бұл қалай мүмкін? Расында да жерге түскен алғашқы қардың үстінде көліктерге дейін келген іздер бар, бірақ көліктен шығып орманға немесе шахтаға қарай кеткен бірде-бір адамның аяқ ізі жоқ еді. Олар бейне бір ауаға сіңіп кеткендей немесе аспанға ұшып кеткендей көрінді. Үзілген байланыс және жұмбақ дауыс. Әйелдердің жүрегіне нағыз үрей енді ғана кірді. 50-ге жуық еңгезердей еркек ешқандай із қалдырмай қалай жоғалып кетуі мүмкін? Оларды біреулер ұрлап кетті ме? Әлде табиғи апат па? Бірақ ешқандай із жоқ. Шахтаның ішіне кіреміз бе? Деп сұрады Мәдина қалтырап үңірейіп тұрған қараңғы үңгірге қарап. Бұл шахта Кеңес одағы кезінде уран немесе басқа да белгісіз металл өндірген, кейін жабылып қалған нысан болатын. Жоқ, деді Айша кесіп айтып. Бізде фонарик те, қару да жоқ. Егер ол жерде газ болса немесе құлап кетсек, ауыл мүлдем қорғансыз қалады. Біз тез ауылға қайтып, радио арқылы аудан орталығына хабар беруіміз керек. Олар аттарына мініп ауылға қарай шапты. Олар қайтып келе жатқанда әлгі қою сұр тұман таудан төмен түсіп, ауылға баратын жалғыз тас жолды толықтай жауып үлгерген еді. Енді Қарасу ауылы сыртқы әлемнен толықтай кесіліп қалды. Ауылға жеткен бойда Айша ауыл әкімшілігінің ғимаратына жүгіріп кірді. Онда сыртқы әлеммен байланысатын жалғыз құрал ескі рация тұрған. Айша рацияны қосып арналарды ауыстыра бастады. Аудан. Бұл Қарасу ауылы. Жауап беріңіздер. Бізде төтенше жағдай. Барлық ер адамдар жоғалып кетті. Жауап беріңіздер. Рациядан тек сытырлаған дыбыстар мен түсініксіз шу ғана естілді. Айша үмітін үзіп рацияны өшірмекші болғанда кенеттен шудың арасынан адамның дауысы естілді. Бұл Серіктің дауысы емес еді, бірақ өте қатты қорқынышқа толы, ентігіп сөйлеген бейтаныс ер адамның дауысы. Ларға айт. Іздемесін. Ешқашан шахтаға жақындамасын. Ол оянды. Жер астындағы. Рациядан қатты гүрілдеген дыбыс шықты да, байланыс бір жола үзілді. Ғимарат ішінде өлі үнсіздік орнады. Айша мен оның жанында тұрған әйелдер бір-біріне қарап, төбе шаштары тік тұрды. Жер астында не оянды? Бұл 47 еркекті қандай тылсым күш жұтып қойды? Рациядағы жаңғырық және дүрбелең. Рациядан шыққан бейтаныс еркектің қырылдаған, үрейге толы іздемесін. Ешқашан шахтаға жақындамасын. Ол оянды. Деген сөздері ауыл әкімшілігінің шағын бөлмесіндегі әйелдердің төбе шашын тік тұрғызды. Байланыс үзіліп, тек радионың сытырлаған шуы ғана қалды. Бөлме ішіндегі өлі үнсіздікті көршісі Сәуленің жанұшыра жылаған дауысы бұзды. Бұл не сұмдық? Не оянды? Олар біздің байларымызды өлтіріп тастады. Бәрі өлді. Ол шашын жұлып еденге құлай кетті. Басқа әйелдер де дүрбелеңге түсіп, бірі жылап, бірі есікке қарай тұра жүгірді. Айналада нағыз хаос басталды. Біреулері балаларын құшақтап үйлеріне тығылмақ болса, енді біреулері қолдарына балта мен шанышқа алып, шахтаға қарай жаяу жүгірмекші болды. Айша жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінді. Еркектер жоқ кезде бұл дүрбелең оларды тікелей өлімге апаратын еді. Ол орнынан атып тұрып, үстелді бар күшімен тарс еткізіп ұрды. Тоқтатыңдар. Оның дауысы ғимарат ішін жаңғыртып жіберді. Ол бұрын соңды бұлай қатты айқайламаған, сыпайы мектеп мұғалімі еді. Бірақ дәл қазір оған қатал басшының рөлі керек болды. Жылап сықтаудан, естерінен адасудан не пайда? Кімді қайтарасыңдар?
Егер қазір шахтаға жүгірсеңдер, балаларыңды кім бағады? Оларды да жетім қылмақсыңдар ма? Біз әуелі өз-өзімізге келіп, не істейтінімізді ақылдасуымыз керек. Оның суықты қатаң сөздері әйелдерді сәл де болса сабасына түсірді. Бәрі көз жастарын сүртіп Айшаға үмітпен қарай бастады. Сұр тұман, сыртқы әлемнен оқшаулану. Мәдина, сенің көлік айдай алатының бар еді ғой. Ауылда қалған жалғыз Нивамен аудан орталығына апаратын үлкен жолға шығып көр. Бәлкім, полиция немесе құтқарушылар әкелерсің. Біз осы жерде сені күтеміз, деп бұйырды Айша. Мәдина батыл әйел болатын. Ол бірден көлікке отырып ауылдан шығатын жалғыз тас жолға қарай тартты. Қалған әйелдер сыртқа шығып, оның жолын бақылап тұрды. Бірақ тау бөктерінен түскен қою, сұр тұман енді бүкіл ауылды қоршап үлгерген еді. Бұл тұман қарапайым табиғи құбылысқа мүлдем ұқсамайтын. Оның ішінен күкірттің, ескі темірдің және дымқыл топырақтың иісі қолғаны қабатын. Тұманның қалыңдығы сондай, 5 метр жердегі зат көрінбейтін еді. Жарты сағат өтпей жатып, тұманның ішінен Мәдинаның Нивасы кері қайтып келді. Көлік тоқтағанда әйелдер жүгіріп барды. Мәдинаның түрі боп-боз, қолдары рульді қалтырай ұстап отыр екен. Мен өте алмадым, Айша, деді ол көзі шарасынан шыға жаздап. Тұманның ішіне кіргенім сол еді, көліктің моторы өшіп қалды. Сосын тұманның ішінен біреулердің сыбырлаған, жылаған дауыстарын естідім. Көз алдымда неше түрлі қорқынышты елестер пайда болды. Менің тынысым тарылып, өліп қала жаздадым. Көлікті зорға оталдырып кері қаштым. Бұл жай тұман емес. Біз қанауда қалдық. Бұл сөздер әйелдердің үмітін бір жола кесті. Енді олар сырттан ешқандай көмек келмейтінін, телефон мен рация істемейтінін, және ауылдан шығуы мүмкін емес екенін толық түсінді. Қарасу ауылы жер бетінен өшіріліп, бөлек бір қорқынышты өлшемге түсіп кеткендей болды. Жаңа заңдар, әйелдер билігі және тіршілік қамы. Кеш бата бастады. Ауа райы суытып, алғашқы қар жапалақтап жауды. Еркектерсіз қалған ауылдың тіршілігі қауіп астында еді. Үйлерді жылыту керек, малдарға шөп салу керек, су тасу керек. Бұл жұмыстардың бәрі әдетте еркектердің мойнында болатын. Айша барлық әйелдерді мектептің спорт залына жинады. Бұл жер ең үлкен әрі жылы ғимарат еді. Тыңдаңыздар, деді Айша ортаға шығып. Біз еркектердің қайтып оралуын күтіп жылап отыра алмаймыз. Түнде аяз болады. Дәл қазірден бастап біз еркектердің жұмысын өз мойнымызға аламыз. Зияда апа, сіз ауылдың сиырларын саууды және мал қораларды бақылауды өз қолыңызға аласыз. Гүлжан, сен техникадан хабарың бар, мектептің және аурухананың дизельді генераторларын іске қос. Жас келіндер мен қыздар балталарды алып, отын жарыңдар. Әрбір үйде кем дегенде 3 күнге жететін отын болсын. Әйелдер үнсіз бас изеді. Адамның өмір сүру инстинкті қорқынышты жеңе бастаған еді. Нәзік қолдар балта ұстап, ауыр шөпшектерді көтерді. Әдетте ас үйде жүретін әйелдер трактордың майын тексеріп, малдың астын тазалады. Олар түнге қарай бүкіл ауылдың тіршілігін қамтамасыз етіп үлгерді. Бірақ ең қиыны қауіпсіздік мәселесі еді. Біз қорғануымыз керек, деді Айша серіктің аңшылық мылтығын үстел үстіне қойып. Ол қару ұстап көрмеген, бірақ қазір басқа амал жоқ еді. Үйлеріңіздегі барлық мылтық, балта, шанышқыларды шығарыңдар. Кезекпен ауылдың шетінде күзетте тұрамыз. Тұманның ішінен не шығатынын білмейміз. Ешкім жалғыз ұйықтамасын. 3-4 отбасынан бір үйге жиналып бірге түнеңіздер. Алғашқы түн, қорқыныш пен үнсіздік. Қараңғы түсті. Ауылдың көшелерінде жан басы жоқ. Тек терезелерден түскен әлсіз сары жарықтар мен мұржалардан шыққан түтін ғана бұл жерде тірі адамдар бар екенін білдіреді. Айша өзінің үйінде көршісі Сәулемен және оның 2 кішкентай баласымен бірге қалды. Ол серіктің ескі күртешесін құшақтап, терезенің алдында күзетте отырды. Тізесінде оқталған мылтық жатыр. Оның жүрегі қан жылап тұрса да, ол көз жасына ерік бермеді. Даладағы иттер әдеттегідей үрген жоқ. Олар үйшіктеріне кіріп алып, қыңсылап, біреуден немесе бірдеңеден қорыққандай дірілдеп жатты.
Орман жақтан шақта орналасқан таудың басынан оқтын-оқтын төмен жиіліктегі жер сілкінгендей гүрілдеген дыбыс естіліп тұрды. Бұл дыбыс адамның сүйегіне дейін өтіп санасын улайтындай қорқынышты еді. Бұл түн қарасу әйелдер үшін мәңгіліктей көрінді. Олардың көз алдына жоғалып кеткен әкелері, күйеулері, ұлдары елестеді. Әрбір дыбысқа селт етіп атып тұруға дайын отырды. Бірақ түн тыныш өтті. Орманнан келген белгі Ақтөстің оралуы. Таң атты. Ауылды басқан сұр тұман сәл де болса сейіліп күннің көзі көрінді. Айша мылтығын иығына асып ауылды аралап күзетші әйелдерді тексеруге шықты. Бәрі дін аман еді. Кенеттен ауыл шетіндегі орманға апаратын жолдан бірдеңе көрінді. Әйелдер жүгіріп барды. Тұманның ішінен ақсаңдап әлсіреп бір ит шықты. Бұл жоғалып кеткен аңшы Нұрланның Ақтөс деген үлкен төбет еді. Ит қатты қорқып қалған, құйрығын қысып дірілдеп тұрды. Оның жүннің бәрі сұр күлге, әлде күйеге ұқсас бірдеңеге боялып кеткен. Бірақ ең қорқыныштысы бұл емес еді. Айша Ақтөстің жанына тізе бүгіп, оның қарғыбауын ұстады. Қарғыбауға бір кішкене зат сыммен мықтап байланған екен. Айша оны шешіп алып, алақанына салғанда, оның тынысы тоқтап қала жаздады. Бұл еркектің күміс неке жүзігі болатын. Серіктің неке жүзігі. Ол бұл жүзікті ешқашан шешпейтін. Айша дірілдеген саусақтармен жүзікті айналдырып қарады. Жүзіктің ішкі жағында темірге пышақпен немесе шегемен асығыс, тырнап жазылған бір сөз бар екен. Қан араласқан кірмен боялған сол жалғыз сөз Айшаның жүрегін мұздатып жіберді. Қаш, беги, қақпанға түскен ауыл, қаш сөзінің салмағы. Айшаның алақанда жатқан күміс жүзік оның саусақтарын ғана емес, бүкіл тұла бойын мұздатып жіберген еді. Темірге қанмен араласып, тырналып жазылған жалғыз қаш сөзі серіктің соңғы үміті мен ең үлкен үрейінен хабар беріп тұрды. Ол өзін емес, Айшаны құтқарғысы келген. Бірақ қалай? Сәуле жүзіктегі жазуды көргенде тізесі бүгіліп қардың үстіне құлап түсті. Қашамыз, деп шыңғырды ол есінен адасқан адамдай. Олар бізді де өлтіреді. Балаларды алып орман арқылы болса да қашуымыз керек. Басқа әйелдер де дүрбелеңге түсті. Бірі үйіне қарай жүгіріп, заттарын жинамақ болды. Енді бірі жылап, Құдайына жалбарынып жатты. Бірақ Мәдина ортаға шығып ащы шындықты айтты. Қайда қашамыз, Сәуле? Қайда? Айналамызды сұр тұман басып қалды. Оның ішіне кірген адамның тынысы тарылып, ақылынан адасады. Екі жағымыз биік жартас, алдымыз уланған тұман. Біз қақпанға түстік. Айша көз жасын зорға жұтып, жүзікті жүрегінің тұсына, қалтасына салып қойды. Ол әйелдерге бұрылды. Оның көзіндегі жас құрғап, орнына бұрын соңды болмаған қатаңдық пен шешімділік пайда болған еді. Мәдина дұрыс айтады. Қашатын жер жоқ. Серік бұл жазуды бізді құтқару үшін жазды, бірақ ол біздің тұманға қамалғанымызды білмеген шығар. Олар шахтада бірдеңемен бетпе-бет келді. Бізді қорқытып отырғанда, ауылды тұманмен қоршап тастағанда сол жер астындағы нәрсе. Біз оны күтіп осында қырылып қала алмаймыз. Сонда не істейміз? Деп сұрады Зияда апа, қолындағы балтасын қысып. Біз шахтаға барамыз. Кімнің ненің біздің еркектерді тартып алғанын өз көзімізбен көреміз. Деді Айша кесіп айтып. Амазонкалардың жорығы, әйелдер экспедициясы. Бұл өліммен тең шешім еді, бірақ белгісіздіктен өлу одан да қорқынышты болатын. Айша өзімен бірге баруға тек ең мықты, жүйкесі мығым әйелдерді ғана таңдады. Олар үшеу еді. Айша топтың жетекшісі, қолында серіктің қос ауызды аңшы мылтығы, двустволка бар. Мәдина мінезі тік, физикалық жағынан өте мықты әйел. Ол өзімен бірге ауыр темір лом мен үлкен фонарик алды. Құралай апай 50-ден асқан, жастайынан әкесімен бірге тайгада аң аулаған, орманда көзі жұмық жүре беретін нағыз аңшы әйел. Оның арқасында 5 атары бар винтовка және қабырғасында ұзын аңшы пышағы ілулі тұрды. Сәуле олармен бірге баруға қанша жалынса да Айша оған рұқсат бермеді. Оның кішкентай балалары бар еді, оның үстіне үрейге бой алдырған адам жер астында бүкіл топқа қауіп төндіруі мүмкін болатын. Үш әйел ауылдағы жалғыз оталып тұрған ескі УАЗ көлігіне отырып, тауға қарай жолға шықты.
Қалған әйелдер олардың соңынан дұға оқып, ауылды қорғауға алды. Өлі орман және бұзылған қақпа. Шахтаға баратын жолмен жоғарылаған сайын, орманның түрі қорқынышты кейіпке ене бастады. Ағаштардың жапырақтары мен қылқандары әдеттен тыс қарайып солып қалған. Қардың үстінде бірде-бір аңның немесе құстың ізі жоқ. Табиғаттың өзі бұл аумақтан қашып кеткендей еді. Олар кешегі алаңқайға тастап кетілген көліктер тұрған жерге келді. Көліктерден түсіп, мылтықтарын кезенген күйі шахтаның кіре берісіне жақындады. Құралай апай алға шығып, шахтаның есігін мұқият қарап шықты. Кеңес одағы кезінде қалың темірмен дәнекерленіп, сваркамен жабылып қалған алып қақпа қазір айқара ашық жатыр еді. Қараңдаршы, деді Құралай апай жерде жатқан автогенді, газбен кесетін құрал, нұсқап. Қақпаны іштен емес, сырттан бұзған. Біздің еркектер түнде осында келіп, мына 30 жыл жабық тұрған темірді өздері кесіп ашқан. Бірақ неге? Оларға түн ортасында шахтаны ашуға кім бұйрық берді? Мәдинаның даусы дірілдеп кетті. Айша терең дем алып фонаригін қосты. Оның жарығы үңірейген қараңғылықтың бірнеше метрін ғана тіліп өтті. Іштен мұздай, дымқыл ауамен бірге ескі темірдің, шіріген топырақтың және тағы бір түсініксіз тәттілеу иіс шығып тұрды. Бұл сұрақтың жауабы тек іште ғана. Бір-біріңнен ажырамаңдар. Көздеріңді ашып жүріңдер, деді Айша да қараңғылық қойнауына бірінші болып қадам басты. Жер астындағы түнек, тасталған заттар. Шахтаның іші өте кең еді. Төбеден су тамшылап, аяқ астындағы қиыршық тастар сыбдыр қағады. Үш әйелдің жүрек дүрсілі өз құлақтарына естіліп тұрды. Олар қабырғаны жағалап тереңге қарай ілгерілей берді. 100 метрдей жүргеннен кейін олардың алдынан алғашқы белгілер шыға бастады. Жерде шашылып жатқан құрал саймандар, қайлалар, күректер, сөніп қалған қолшамдар. Бірақ ең қорқыныштысы бірде-бір қан ізі жоқ еді. Ешқандай күрес немесе арпалыс болмаған. Киімдер де жыртылмаған. Еркектер жай ғана құралдарын тастай салып, ішке қарай тереңдей берген сияқты. Мәдина жерден біреудің бас киімін көтеріп алды. Бұл ауыл әкімінің бөркі ғой. Олар неге бәрін тастап кеткен? Кенеттен шахтаның ең терең түкпірінен әлсіз, ырғақты дыбыс естілді. Тақ, тақ, тақ. Бұл тасқа ұрылған темірдің дыбысы еді. Біреулер жер қазып жатыр. Айша саусағын ерніне апарып, үнсіздік сақтауды бұйырды. Олар мылтықтарын кезеп дыбыс шыққан бағытқа қарай баяу адымдады. Қабырғадағы жылтыр және жұмбақ саңырау құлақ. Туннель кеңейіп, үлкен табиғи үңгірге ұласты. Олардың фонариктерінің жарығы үңгірдің қабырғаларына түскенде, әйелдер таңғалыстан тұрып қалды. Үңгірдің қабырғалары мен төбесінен адам сенгісіз, әлсіз көкшіл жарық бөліп тұрған белгісіз бір өсімдік немесе саңырау құлақ тәріздес өрмектер өсіп тұр екен. Олар тамырлар мен тастарды жарып шығып, бүкіл үңгірді торлап алған. Дәл осы өрмектерден әлгі тәттілеу, басты айналдыратын иіс шығып тұрған еді. Бұл не пәле? Мен Алтайдың бүкіл орманын білемін, бірақ мұндай нәрсені өмірімде көрген емеспін, деп күбірледі Құралай апай, мұрнын орамалмен жауып. Ескемеңдер, бұл улы болуы мүмкін. Айша орамалын аузы мұрнына байлап алды. Тақ, тақ, тақ. Дыбыс енді өте жақыннан естілді. Олар үлкен қойтастың тасасына тығылып алға қарады. Тірі өліктер, Мараттың табылуы. Үңгірдің ортасындағы жарық түсіп тұрған алаңқайда адамдар бар еді. 7-8 еркек. Олардың арасында Сәуленің күйеуі Марат, ауылдың тракторшысы Ерлан және тағы басқа таныс беттер бар болатын. Әйелдердің қуаныштан жүректері жарылып кете жаздады. Айша орнынан тұрып айқайламақшы болды, бірақ Құралай апай оны қолынан шап беріп ұстап жерге қайта тартты. Қара, олардың түріне қара, деп сыбырлады аңшы әйел үрейленіп. Айша мұқият қарады. Еркектердің сыртқы келбеті адам шошырлық еді. Олардың үстіндегі киімдері кірлеген, жыртылған. Бірақ ең сұмдығы олардың көздері. Көз жанарлары толықтай ағарып кеткен. Ешқандай сана немесе ойдың ұшқыны байқалмайды. Олар зомби немесе тірі роботтар сияқты бір қалыпты қимылдап жатты.
Қолдарында қайла жоқ, олар жалаңаш, қанға боялған қолдармен тасты тырнап, үңгірдің түбіне қарай жаңа жол қазып жатқан еді. Олардың саусақтарының тырнақтары түсіп қалған, қан ағып жатса да, олар ауруды сезбейтіндей, ешқандай дыбыс шығармай, тек тақтақ етіп тасты қаза берді. Олар әлгі көкшіл жарық бөлетін тамырларды ашып, оларды одан әрі тереңірек босатып жатқандай көрінді. Марат. Мәдина даусын шығарып қойды. Ол өзінің көршісінің бұл бейшара халін көріп шыдай алмады. Оның даусы үңгір ішінде жаңғырып кетті. Қазып жатқан еркектердің бәрі бір сәтте қимылын тоқтатты. Олардың бастары сынған қуыршақтар сияқты бірден Мәдинаның даусы шыққан жаққа қарай бұрылды. Олардың ағарып кеткен соқыр көздері дәл әйелдер жасырынған тасқа тірелді. Айшаның тұла бойы мұздап кетті. Ол мылтығын кезеп артқа қарай шегіне бастады. Артқа, жайлап артқа шегініңдер деп сыбырлады ол. Марат орындарынан баяу тұрды. Ол аузын ашты, бірақ оның тамағынан өзінің даусы емес, құлаққа түрпідей тиетін, 2-3 дауыс қабаттасқан жаңғырық естілді. Ол ашықты. Біз оған қызмет етеміз. Сол сәтте қараңғы үңгірдің әр түкпірінен ондаған басқа да еркектердің сұлбалары шыға бастады. Олар жоғалған 47 еркектің бәрі. Олар өлмеген, олар қандай да бір паразит күштің немесе тылсымның құлына айналған болатын. Енді олардың барлығы бастарын бір жаққа қисайтып үнсіз, бірақ өте жылдам қадаммен 3 әйелге қарай ұмтылды. Қашыңдар, деп шыңғырды Құралай апай, өлілердің шабуылы. Үңгірден қашу. Қараңғы үңгірдің түкпірінен бастарын қисайтып көздері ағарып кеткен ондаған еркектер Айша, Мәдина және Құралай апайға қарай лап қойғанда, әйелдердің тамырындағы қан қатып қалғандай болды. Бұл олардың кеше ғана бірге шай ішкен, төсек бөліскен күйеулері, аға бауырлары еді. Бірақ қазір олардың бойында адамдықтан түк қалмаған, олар жай ғана көкшіл саңырауқұлақтың қуыршақтарына айналған болатын. Қашыңдар, деп жанұшыра айқайлады Құралай апай. Ол өзінің бесатарын кезеп жоғарыға үңгірдің төбесіне қарай бір оқ атты. Тарс. Оқ тасқа тиіп ұшқын шашты. Бірақ мылтықтың гүрсілі бұл тірі өліктерді тоқтатқан жоқ, керісінше оларды тітіркендіріп, жылдамдықтарын арттыра түсті. Олар бір-бірін таптап, жалаңаш әрі қанға боялған қолдарын алға созып үлей бастады. Бұл дыбыс адамның даусына мүлдем ұқсамайтын, мыңдаған жәндіктердің ызыңы сияқты құлақты кесіп түсерлік қорқынышты үн еді. 3 әйел қараңғы туннелмен кері қарай тұра қашты. Мәдинаның қолындағы фонарик жан-жаққа секіріп, қараңғылықты үзік-үзік тіліп өтеді. Аяқ астындағы тастарға сүрініп демдері үзіліп келе жатты. Арттарынан түсірлеген аяқ дыбыстарымен жаңғырыққан ентік жақындап қалды. Кенет Мәдина темір рельске сүрініп күрс етіп құлап түсті. Фонарик қолынан ұшып кетіп тасқа соғылып сөніп қалды. Тас қараңғылық орнады. Аяғым, деп шыңғырды Мәдина. Оған ең жақын келе жатқан Марат, сәуленің күйеуі, Мәдинаға жетіп үлгерді. Ол Мәдинаның аяғынан мұздай, қарулы қолдарымен шап беріп ұстап, өзіне қарай тартты. Оның ағарған көздері қараңғыда әлсіз көкшіл нұр шашып тұрғандай көрінді. Бізбен қал деп ырылдады Марат. Айша кері бұрылып, еш ойланбастан қолындағы қос ауызды мылтықтың дүмімен приклад Мараттың басынан бар күшімен ұрып жіберді. Сүйектің сарт еткен даусы шықты. Марат құлап түсті, бірақ оның ауырсынғаны, немесе қан аққаны байқалмады. Ол қайтадан тұруға ұмтылды. Тұр, Мәдина. Жүгір. Айша оны жағасынан жұлып алып сүйрей жөнелді. Құралай апай алға шығып, қараңғыда туннелдің аузынан түскен әлсіз жарықты көріп, әне, шыға беріс. Тезірек, деп айқайлады. Олар шахтадан жарыққа атып шықты. Таза ауаны жұтып, өкпелері жарылардай ентігіп, УАЗ көлігіне қарай жүгірді. Құралай апай есікті жұлға ашып көлікке секіріп мінді. Айша рульге отырып кілтті бұрады. Көліктің моторы қырылдап бірден оталмай қойды. Дәл осы кезде шахтаның қараңғы үңгірінен еркектердің сұлбалары атып шыға бастады. Олар жарықтан күннің көзінен қорқатын сияқты, қолдармен беттерін көлегейлеп сәл кідіріп қалды. Бірақ тұман оларға қорған болып, қайтадан көлікке қарай лап қойды. Оталшы қарғыс атқыр. Айша кілтті қайта бұрады. Мотор гүрілдеп оталды.
Бірнеше еркек көлікке жетіп үлгеріп, ханды қолдармен терезелерді, капотты ұрғылай бастады. Олардың ағарған көздері терезеден телміріп, әйелдердің жанын түршіктірді. Бір еркек көліктің есігінің тұтқасына жабысып алды. Айша газды соңына дейін басып, рульді күрт бұрды. УАЗ орнынан жұлқына қозғалып, тұтқаға жабысқан еркекті қарға лақтырып тастап, ауылға қарай құлдырай жөнелді. Ауылдағы үрей, биологиялық шындық. Көлік ауылдың орталық алаңына келіп тоқтағанда, Айша, Мәдина және Құралай апайдың түрінде қан жоқ еді. Оларды күтіп отырған әйелдер жүгіріп келіп көлікті қоршап алды. Не болды? Серік қайда? Маратты көрдіңдер ме? Деп шуласты олар. Мәдина көліктен түскен бойда жерге отыра қалып, бетін басып еңіреп жылап жіберді. Айша мылтығын кеудесіне қысып, әйелдерге қарады. Оның жанары бос, бірақ даусы қатаң еді. Олар өлген жоқ. Бірақ олар енді біз білетін адамдар емес. Шахтаның ішіндегі қандай да бір паразит көкшіл саңырауқұлақ олардың миын жаулап алған. Олар сол паразиттің құлына айналып, жер астын қазып жатыр. Олар бізге шабуыл жасады. Маратты да басқаларын да көрдік. Олардың көздері соқыр, ешқандай ауруды сезбейді. Әйелдердің арасында өлі үнсіздік орнады. Бұл ақылға сыймайтын, қорқынышты фильмдердегідей сұмдық еді. Бұл қалай мүмкін? Ондай ауру бар ма өзі? Деп сұрады мейірбике болып істейтін жас келіншек Ділназ, қалтырап. Айша мектепте биология пәнінен берген білімін еске түсіріп, миындағы пазылдарды құрастыра бастады. Ойланып көріңдерші. Ауылда неше түрлі адам бар, әйелдер, шалдар, кішкентай қыздар. Бірақ бұл тұман. Бұл паразит неге тек еркектерді ғана шақырды? Неге түнде тек еңбекке жарамды, күшті еркектер ғана өздігінен ормандағы шахтаға кетіп қалды? Ал біз шахтаның ішіне кіргенде бізге ешқандай паразит жұққан жоқ, тұншыққан жоқпыз. Зияда апа көзін үлкейтіп. Демек, бұл пәле тек еркектерге ғана жұға ма? Дәл солай, деді Айша даусына үрей араласып. Бұл паразит адамның генетикалық құрылымына, яғни тестостерон гормонына, немесе еркектердің Y хромосомасына реакция береді. Ол тек аталық ұрықты ер адамдарды ғана өзіне бағындыра алады. Біз, әйелдер, бұл паразит үшін көрінбейтін объектіміз немесе жарамсызбыз. Сондықтан біз әлі тіріміз. Бұл шындық бәрінің басына найзағайдай тиді. Бірақ осы сәтте сәуле кенеттен шыңғырып жіберді. Оның дауысы ауылдың ішіндегі барлық иттерді үргізіп жібергендей болды. Менің ұлым. Әлихан, ауылдағы ұлдар ше. Бүкіл әйелдердің тынысы тоқтап қалды. Қарасу ауылында еркектер кеткенімен әлі кәмелетке толмаған 5 жастан 15 жасқа дейінгі 20-ға жуық ұл бала бар еді. Айшаның көз алдына шахтадағы Мараттың бізге құлдар керек дегендей ұмтылған бейнесі келді. Жер астындағы құбыжыққа жұмыс күші жетпей жатыр. Еркектер таусылды. Ендігі кезек кішкентай ұлдарда еді. Олар бүгін түнде ауылға келеді деп сыбырлады Айша өзінің айтқан сөзінен өзі шошып. Олар біздің ұлдарымызды алуға келеді. Оларға жаңа құлдар керек. Қамалға айналған мектеп аналардың қорғанысы. Бұл хабар аналардың бойындағы қорқынышты бірақ сәтте жойып, орнына жабайы инстинкт баласын қорғауға дайын тұрған ұрғашы қасқырдың қаһарын оятты. Ешкім енді жылаған жоқ. Үрейдің орнын ашумен намыс басты. Барлық ұл балаларды мектепке әкеліңдер. Деп бұйырды Айша. Мектептің ғимараты кірпіштен салынған, терезелерінде темір торлар бар. Біз барлық ұлдарды 2-ші қабаттағы спорт залына тығып, есікті ішінен шегелеп тастаймыз. Бүкіл ауыл әйелдері құмырсқадай іске кірісті. 15 минуттың ішінде ауылдағы барлық 20 шақты ұл бала, кейбірі бесіктегі сәбилер, кейбірі жасөспірімдер мектепке жиналды. Қыздар мен қарт әйелдер де сонда тығылды. Айша, Мәдина, Құралай апай және тағы 10 шақты қару ұстай алатын мықты әйелдер мектептің 1-ші қабатын қорғаныс шебіне айналдырды. Олар есіктерге парталарды, шкафтарды тіреп қойды. Әрбір әйелдің қолында қару бар, біреуінде аңшы мылтығы, бірінде балта, үлкен асүйіпші. Айша спорт залына кіріп, бұрышта қорқып отырған балаларға қарады. Олардың арасында Сәуленің 7 жасар ұлы Әлихан да бар еді. Ешкім дауыс шығармасын.
Терезеге жақындамаңдар, деді Айша аналық мейіріммен. Біз сендерді ешкімге бермейміз. Тіпті ол сендердің әкелерің болса да. Олар қазір әке емес. Бұған сеніңдер. Ол есікті сыртынан жауып, үлкен құлыппен құлыптап тастады. Енді алдыңғы шепте тек әйелдер ғана қалды. Қоршаудың басталуы, түнгі елестер. Түн түсті. Сұр тұман таудан төмен сырғып, ауылдың көшелерін толықтай басып қалды. Мектептің ауласындағы жалғыз прожектор ғана айналаны әлсіз жарықтандырып тұр. Ауа мұздай суық, аспанда бірде-бір жұлдыз көрінбейді. Әйелдер мектептің бірінші қабатындағы терезелердің жанында, қараңғыда демдерін ішіне тартып күтіп отырды. Сағат түнгі 2-ні көрсетті. Ауылдың көшесіндегі қаңғыбас иттер кенеттен шыңғыра үріп, сосын тез арада дауыстары өшіп қалды. Олар қашып кетті немесе өлтірілді. Құралай апай терезеден сыртқа қарап, мылтығының бекітпесін сырт еткізіп тартты. Олар келді, деп сыбырлады ол. Тұманның ішінен бірте-бірте адамдардың сұлбалары көріне бастады. Басында 2, сосын 5, сосын 20 шақты сұлба. Олар мектептің ауласына қарай үнсіз, баяу қадаммен келе жатты. Олардың қолдарында қайлалар, күректер және темір ломдар бар еді. Бұл Қарасу ауылының жоғалған еркектері болатын. Олар өз үйлеріне, өз отбасыларына келді, бірақ махаббатпен емес, жер астындағы құбыжықтың қатыгез бұйрығымен келді. Прожектордың жарығы олардың беттеріне түскенде, әйелдердің жүрегі қарс айырылды. Терезенің артында тұрған Зияда апа өзінің үлкен ұлын көрді, Ділназ өзінің жас күйеуін байқады. Олардың бәрінің көздері ағарып, ауыздарынан ақ сілекей ағып тұр еді. Олар мектептің алдына келіп, сапқа тұрғандай тоқтады. Үнсіздік, бұл үнсіздік кез келген айқайдан да қорқынышты еді. Кенеттен тобырдың ортасынан бір адам алға шықты. Бұл Серік еді. Айшаның сүйікті күйеуі. Серіктің үстіндегі күртешесі жыртылған, бетінде көк тамырлары білеуленіп кеткен. Бірақ оның көздері басқаларға қарағанда кішкене болса да сананың ұшқынын сақтап қалғандай көрінді. Оның ішкі адамзаттық рухы паразитпен әлі де күресіп жатқан сияқты еді. Серік мектептің есігіне қарап, қарлыққан, ауруға толы дауыспен сөйледі. Айша, есікті аш. Бізге ұлдарды беріңдер. Жер ана оянады. Оған қан керек. Оған құлдар керек. Ұлдарды берсеңдер, біз сендерге тиіспейміз. Айшаның көзінен жас бұршақтап ақты. Оның күйеуі, оның қорғаушысы енді оның ең үлкен жауына айналған еді. Бірақ Айша терезенің тесігінен мылтығының ұңғысын шығарып, дәл Серіктің кеудесіне кезенді. Сен менің серігім емессің, деп айқайлады Айша, дауысы бүкіл ауылды жаңғыртып. Бұл жерде сендерге беретін ешкім жоқ. Кетіңдер, әйтпесе бәріңді қырып тастаймын. Серіктің бет әлпеті бұзылып, жауыздыққа толы мақұлықтың кейпіне енді. Ол қолын көтеріп алға қарай сілтеді. Алыңдар, деп ақырды ол адам төзгісіз дауыспен. 30-ға жуық тірі өліктер қолдарындағы ломдармен қайлаларын көтеріп, мектептің есігімен терезелеріне қарай лап қойды. Аналар мен мақұлықтардың арасындағы өмір мен өлім шайқасы басталды. Қамалдың бұзылуы, шынымен қан. Мектеп ауласындағы өлі үнсіздікті ауыр темір ломның есікке күрсетіп тиген дауысы қақ бөлді. Оның артынша ондаған еркектер қолдарындағы қайлалар мен балталарын бірінші қабаттың терезелеріне, кірпіш қабырғаларға ұрғылай бастады. Шынылардың сылдырлап сынған дауысы, ағаш рамалардың шытырлағаны әйелдердің құлағын тұндырды. Олар кіріп келеді. Терезені ұстаңдар, деп жанұшыра айқайлады Мәдина. Ол қолындағы ұзын темір шаншықмен сынған терезеден ішке кірмекші болған бір еркектің кеудесінен нұқып жіберді. Ол құлап түсті, бірақ бірден қайта тұрып, шаншқының теміріне жалаңаш қолымен жабысып, Мәдинаны өзіне қарай тарта бастады. Оның ағарған көздерінде ешқандай ауру сезімі жоқ еді. Құралай апай терезенің екінші шетінен жүгіріп келіп, өзінің бесатар мылтығымен әлгі еркектің иығына қарай оқ атты. Тарс. Оқ оның етін жұлып түсті, еркек шалқасынан құлады. Олардың бастарын немесе аяқтарын көздеңдер, деп бұйырды Құралай апай. Денелеріндегі жара оларды тоқтатпайды. Бұл паразит олардың жүйке жүйесін өшіріп тастаған. Бірақ бұл сөздер әйелдер үшін өте ауыр еді. Олар кімнің басын көздемек? Өз күйеулерінің бе?
Өз ағаларының ба? Зияда апа сынған терезенің алдында қолындағы балтасын қалтырай ұстап тұрған еді. Оның алдынан тұманның ішінен өзінің үлкен ұлы Қайрат шыға келді. Қайраттың бетін қан мен күйі басқан, ал көздері түксіз, бос кеңістікке тірелген. Қайрат, құлыным. Тоқташы, бұл мен ғой, анаңмын. Зияда апа балтасын төмен түсіріп, ұлына қарай қолын созды. Ана жүрегі баласын жау ретінде қабылдай алмады. Қайрат ешбір эмоциясыз анасының қолынан шап беріп ұстап, сынған терезеден сыртқа қарай күшпен тарта бастады. Оның күші адам сенгісіз зор еді. Маған ұлдар керек деп ырылдады ол, аузынан көкшіл сілекей ағып. Көмектесіңдер. Зияда апа шыңғырып жіберді. Айша мен Ділназ жүгіріп келіп, Зияда апаны ішке қарай тартты. Айша мылтығының дүмбісімен Қайраттың қолынан бар күшімен ұрып, Зияда апаны босатып алды. Олар енді біздің туыстарымыз емес, Зияда апа. Олардың ішіндегі нәрсе сіздің ұлыңызды әлдеқашан өлтіріп қойған. Деп айқайлады Айша, бірақ бұл сөздер оның өзіне де пышақтай қадалып жатты. Сүйген жармен арпалыс, Айша мен Серік. Кенеттен мектептің бас есігі қатты сықырлап топсасынан жұлынып түсті. Есікті тіреп тұрған ауыр шкафтар мен парталар еденге құлады. Шаң мен тұман ішке лығып кірді. Есіктен бірінші болып Серік кірді. Оның артында тағы 5-6 еркек бар. Олар дәліздің ішіне баяу, бірақ нық қадаммен кіріп келе жатты. Айша басқа әйелдерді артқа шегіндіріп өзі ортаға шықты. Қолындағы мылтығын тікелей Серіктің кеудесіне кезенді. Оның қолдары қалтырап, көзінен жас сорғалап тұрды. Ол Серікпен 10 жыл отасқан, оның әрбір тынысын, әрбір күлкісін білетін. Ал қазір оның алдында көздері ағарып кеткен, мақұлыққа айналған бейтаныс елес тұр еді. Серік, өтінемін, тоқта. Есіңді жи. Сенің Сақинаңа жазғаныңды көрдім. Сен ішінде әлі де тірісің. Паразитке берілме. Деп жалынды Айша. Серік тоқтап қалды. Оның бет әлпеті тартылып, іштей қатты қиналып жатқандай қиқаңдады. Ол қолындағы темір ломды түсіріп алды. Оның ағарған көздерінде бір сәтке адамдық сананың ұшқыны пайда болғандай болды. Тамағынан қырылдаған өзінің нағыз дауысы шықты. Айша, ол менің миымды жеп жатыр. Мен тоқтата алмаймын. Оларға тек жасқан балалар керек. Шахтаның түбін өртеңдер. Тек от қана. Айша, мені өлтір. Серіктің көзіне бір тамшы жас ағып түсті. Бұл оның адам ретіндегі соңғы көрінісі еді. Келесі секундта оның денесі құрысып, басы шалқая берді де, көздері қайтадан тұтас ағарып кетті. Паразит оның миын толықтай қайта бақылауға алды. Серік аң сияқты ақырып, жердегі ломды қайта алды да Айшаға қарай атылды. Айша көзін тарс жұмып шүріппені басты. Тарс. Оқ Серіктің иығын тесіп өтті. Ол етпетінен құлады. Айша мылтығын тастай салып, тізесін құшақтап жылап жіберді. Ол өз күйеуін атты. Бұл оның жүрегін тірідей суырып алғанмен тең азап еді. Мәдина оны жерден жұлқа көтеріп алды. Тұр, Айша. Біз бірінші қабатты ұстап тұра алмаймыз. Олар тым көп. Екінші қабатқа шегінеміз. Тез. Деп бұйырды ол. Екінші қабатқа шегіну, отты тосқау. Еркектер дәлізге лап қойды. Әйелдер жаралыларын, шыны кескен, таяқ тигендерді сүйреп екінші қабатқа апаратын тар баспалдаққа қарай жүгірді. Құралай апа ең соңында қалып, баспалдақпен көтеріліп келе жатқан еркектерге қарай оқ жаудырды. Ол олардың аяқтарын көздеп құлатып жатты. Бірақ арттағылары алдағыларын тыпырайды. Олар ешқандай ауруды, ешқандай қорқынышты білмейтін зомбилерге айналған еді. Әйелдер екінші қабаттың ауыр темір есігін жауып, оны ішінен құлыптап, артына ауыр темір шкафтарды тіреп тастады. Баспалдақтағы еркектер есікке жетіп, оны жын қаққандай ұрғылай бастады. Гүрс. Темір есік олардың соққысынан майыса бастады. Екінші қабаттағы спорт залынан кішкентай балалардың жылаған дауыстары естілді. Олар төмендегі атыс пен айқайдан қатты қорқып қалған еді. Айша есін жинады. Оның көз жасы кеуіп, орнын суық кек пен шешімділік басты.
Серіктің соңғы сөзі оның миында жаңғырып тұрды, тек от қана. Шахтаның түбін өртеңдер, бұл иісі көпке шыдамайды. Олар бұзып кірсе, балаларға жетет, деді Айша демігіп. Мәдина, мектептің химия кабинеті осы қабатта ғой. Онда спирт шамдары, спиртовкалар және күкірт қышқылы бар ма? Мәдинаның көзі жайнап кетті. Бар. 2 үлкен канистр таза спирт тұруы керек. Мен кілтін білемін. Тез әкеліңдер. Бәрін осы есіктің алдына төгеміз. Паразиттер жарықтан, оттан қорқады. Біз оларға тозақ отын жағамыз, деді Айша. Үміт оты және ащы шешім. Мәдина мен Ділназ химия кабинетінен спирт канистрлерін, бірнеше шыны құтыларды алып келді. Олар спиртті баспалдаққа апаратын темір есіктің астындағы саңылаудан төменге қарай құйды. Есіктің арғы жағындағы еркектер оған мән бермей, соққыларын жалғастыра берді. Есіктің топсасы үзіліп, кішкене саңылау ашылған сәтте, Айша сіріңкені жағып, спирт төгілген жерге лақтырып жіберді. Лап! От көкшіл жалынмен тез тұтанып, есіктің астынан өтіп, баспалдақта тұрған еркектердің үстіне жайылды. Спирт олардың киімдеріне тиіп лапылдап жана бастады. Дәл сол сәтте бұрын соңды болмаған сұмдық оқиға болды. Бұған дейін мылтық оғынан да, соққыдан да ыңырсымаған еркектер оттың қызуынан адам шошырлық дауыспен шыңғыра бастады. Бірақ бұл шыңғырған еркектер емес, олардың ішіндегі миын жаулап алған паразиттер еді. От саңыра құлақтың жасушаларын күйдіргендіктен мақұлықтар қатты қорқып артқа шегінді. Олар бірін-бірі итеріп жанып жатқан киімдерімен бірінші қабатқа қарай қашты. Мектеп іші күйген еттің және көкшіл паразиттің улы иісіне толды. Баспалдақтағы от уақытша ғана кедергі еді. Әйелдер ауыр дем алып, есіктің жанында құлап түсті. Олар шабуылдың бірінші толқынын қайтарды. Бірақ Айша терезеден сыртқа қарап, жағдайдың әлі де үмітсіз екенін түсінді. Ауланың сыртындағы тұманның ішінде ондаған мақұлықтар әлі де тұр еді. Олар оттың өшуін күтіп тұр. Олар таң атқанша кетпейтіні анық. Ал таңертеңге дейін мектептегі қорғаныс бұзылады. Айша спорт залының есігін ашып ішке кірді. Балалар бұрышта тығылып, дірілдеп отыр екен. Сәуленің 7 жасар ұлы Әлихан Айшаға қарап: «Апай, әкеміз бізді өлтіруге келді ме?» деп сұрады жылап. Айша баланың алдына тізе бүгіп, оны бауырына басты. «Жоқ, құлыным. Ол сенің әкең емес. Сенің әкең батыр адам. Ол бізге қалай құтылу керектігін айтты. Ештеңеден қорықпа. Біз сендерді қорғаймыз». Айша орнынан тұрып, Мәдина мен Құралай апайға бұрылды. Оның көздерінде қайтпас қайсарлықпен өлімге дайын тұрған жанкештілік бар еді. Бұл от оларды көп ұстап тұра алмайды. Егер біз бұл паразиттің көзін құртпасақ, олар ерте ме, кеш пе балаларға жетеді. Серік, шахтаның түбін өртеңдер, деді. Барлық зұлымдықтың тамыры сол жерде. Жер ана деп отырғандары сол саңыра құлақтың орталығы, аналық ұясы. Айша, сен не істемексің? деп сұрады Мәдина үрейленіп. Сендер осында қалып, балаларды қорғайсыңдар. Ал мен мектептің жертөлесіндегі дизель отынын, солярканы аламын да көлікпен шахтаға барамын. Мен сол ұяны өртеп, бұл тозақты тоқтатамын. Құралай апай басын шайқап: «Бұл өзіңе өзің қол жұмсаумен тең. Сен ол жерден тірі қайтпайсың. Егер мен бармасам, біз бәріміз өлеміз. Балаларымыз сол құбыжықтардың құлына айналады. Менің басқа таңдауым жоқ, апай», деді Айша мылтығын қайта оқтап. Ол аналардың аман қалу үшін, ауылдың болашағы үшін ең үлкен, ең қорқынышты құрбандыққа баруға бел буған еді. Жан қиярлық қадам, қараңғылыққа жол. Мектептің 2-ші қабатындағы ауыр темір есік оттың қызуынан қарайып, сыртындағы мақұлықтардың соққысынан майысып тұрған еді. От сөнген сәтте олар қайтадан шабуылға шығатыны анық. Уақыт санаулы. Айша Мәдина мен Құралай апайға қарады. Олардың көздерінде қимастық пен қорқыныш бар еді. Мен мектептің жертөлесіне түсемін. Онда генераторға арналған 4 үлкен канистр дизель отыны, солярка бар, деді Айша асығыс мылтығын оқтап. Мен артқы есікпен шығып, УАЗ көлігімен шахтаға тартамын. Сендер балаларды қорғаңдар. Егер мен оралмасам,
Серіктің аманатын орындаңдар. Құралай апай Айшаны қатты құшақтап маңдайынан сүйді. Сен нағыз батырсың, қызым. Жолың болсын. Тек сақ бол. Айша мектептің қараңғы дәліздерімен жертөлеге түсті. Ол ауыр екі канистрді екі қолына алып ғимараттың артқы есігіне келді. Сырттағы сұр тұман қоюланып ештеңе көрінбейтін еді. Мақұлықтардың басым бөлігі мектептің алдыңғы жағына жиналғандықтан артқы аула салыстырмалы түрде тыныш болатын. Ол демін ішіне тартып аулаға атып шықты. Канистрлерді көліктің артқы орындығына лақтырып салып рульге отырды. Мотор бірден оталды. Көліктің гүрілі мектеп алдындағы тобырдың назарын аударды. Ондаған ағарған көзді еркектер көлікке қарай жүгірді. Айша газды соңына дейін басып қақпаны бұзып өтіп, тұманның ішіне тауға қарай құйғыта жөнелді. Көліктің капотына секіріп мінген екі еркекті ол шұғыл тежегішті басу арқылы лақтырып тастады. Аналық ұя жер астындағы тозақ. Түн ортасы. Шахтаның үңірейген аузы аждаханың жұтқыншағындай көрінді. Айша көлікті дәл кіреберіске тоқтатып, екі канистрді сүйреп ішке кірді. Оның қолында фонарик пен оқтаулы мылтығы бар. Тереңге түскен сайын әлгі тәттілеу, шіріген еттің және химиялық газдың иісі қолқаны қауып, тынысын тарылта бастады. Үңгірдің қабырғаларындағы көкшіл саңыра құлақтар бұрынғыдан да жарқырап, тамырлары бүлкілдеп, тірі ағза сияқты соғып тұр еді. Айша аузын орамалмен мықтап байлап алды. Ол үңгірдің ең түбіне бұрын еркектер қазып жатқан алаңқайға жетті. Бұл жер бұрынғыдан да үлкейген екен. Үңгірдің қақ ортасында адам сенгісіз, сұмдық көрініс жатты. Бұл биіктігі 5 метрдей болатын, мыңдаған көкшіл тамырлардан құралған, үлкен жүрекке ұқсас пульсация жасап тұрған алып биологиялық масса еді. Оның айналасындағы тамырлар жер асты суларына жалғанып, тұман бөліп шығарып тұрған. Міне, ауылдың үстін басқан сұр тұманның еркектерді есінен адастырған паразиттің орталығы, аналық ұясы, осы болатын. Ұяның айналасында 10 шақты еркек құл сияқты тізе бүгіп, тастарды жалаңаш қолдармен уатып, оған қызмет етіп жатты. Олардың арасында Айшаның күйеуі Серік те бар еді. Соңғы кездесу махаббат пен қасірет. Айша канистрлердің қақпағын ашып, дизельді жан-жаққа, көкшіл тамырлардың үстіне шаша бастады. Отынның өткір иісі саңырау құлақтың иісін басып кетті. Сол сәтте аналық ұя Айшаның қауіп төндіріп тұрғанын сезгендей, қатты құлақ тұндыратын ызың шығарды. Жерде жатқан еркектер бірден бастарын көтеріп Айшаға қарай бұрылды.